Құрметті менің шәкірттерім, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге арнайы роза гүлді жастықтың мастер-классын көрсетуді жөн көріп отырмын. Менің мына киіміме неме мән бермеңіздер, өйткені үйдегі цехта жұмыс жасап отырмын. Жұмысқа ертең емес понедельник күні шығам, бұйырса. Сондықтан үй жағдайында сіздерде қалай жасау керек екенін сіздерге көрсетейін. Бірінші кезекте бізге осындай лекалар қажет. Бұны мен осындай қатты қағазға шығарып алған болатынмын. Сіздер де өздеріңіз қолдарыңызда бар қажетті материалдарға осындай лекал жасап алсаңыздар болады. Мына жерде бірінші очередте мынандай үлкен табақ жасап аламыз. Бұл табақтың диагоналы 35 сәти қылып тура сызып аласыздар, ортасынан белгілеп, жоғары төмен сызып алғаннан кейін айналдыра кесіп аласыздар. Бұның диагоналы 35. Одан кейін екінші орташа дөңгелекті кесіп аламыз. Бұда диагоналы 24. 24 диагоналды сызып аласыздар да, шеңбер қылып кесіп аласыздар. Үшінші кезекте бізде осындай кішкентай жапырақшасы, бұл 19, диагоналы 19. Бұны да дөңгелектеп қиып аласыздар. Әрқайсынан бір-біреу кесіп алсаңыздар болады. Ал енді төртінші кезекте бізде мынандай өзегі, гүлдің ортасындағы өзегі. Бұның мына ұзындығы 50 см, мына көлденеңі 10 см. Тура 50-дің ортасын 25-ті белгілеп аласыздар. 25-тен жоғары 10 см сызып, сосын былай екі ұшына қосып, осындай доғал етіп несін жасап аласыздар, лекаласын жасап аласыздар. Бізде бірінші очередте роза гүлді жастықтың осындай лекаларын өз қолдарыңызбен жасап алыңыздар.